Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде математикалық сауаттылықтың кезекті тақырыбы арифметикалық орта, мода, медиана және де өзгеріс ауқымы деген тақырыптар. Енді арифметикалық орта дегеніміз не? Ол деген бізде мысалы формасы былай: А1 қосылған А2 қосылған А3 кете береді плюс АН. Яғни қанша сан бар, сонша санның бәрін қосасыңдар. И олар нешеу бізде? Яғни n-ға дейін барады. Сосын сол n-ға бөліп жібересіңдер. Бет жаза қойық, а деп жазып қойық та. Енді мысалға келдік. 5, 6, 2, 3, 4, қайттан 5 болсын, 8, там 10, да неше болды бізде? Сосын бір неше болды? Так, все. И так 5 жазасайық та. И 4 болсын. Осындай нәрсе, бұл бізде кез келген бір сандар болсын, сандар тізбегі. Ешқандай андай өзінің заңдылығы жоқ, просто жаза салған нәрсе. Осы сандардың біз арифметикалық ортасын тап дейді. Арифметикалық орта деген осының барлығын қосасыңдар. 5 қосылған 6, қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5, қосылған 8, қосылған 10, қайттан 5, қайттан 4. И бізде барлығы неше сан бар? 10 сан бар. 10-ға бөліп жібересіңдер. Бұл 10 деген мына жердегі 10 емес, жалпы барлық саны бар екен да. Ауызша есептейміз да, давай. Мына жерде 6 мен мына жерде 4-ті қосып жібереміз, 10 шығады. Мына жердегі 5 пен мына жердегі 5-ті қосып жібереміз, 10 шығады. Бітсіз отырайын да, лучше. Мына 6 мен 4-ті қосып жібердім. Мына жердегі 10-ның өзі бар. Мына жердегі 2 мен мына жердегі 8-ді қосып жібереміз. Плюс тағы 10. 3-ке 4-ті қосамыз. 7, 7-ге 5 қоссақ 12 деген жауап шығады екен. Мына неше болады? 30, 40, 52 да. 52-ні 10-ға бөлгенде 5,2. Бұл бізде арифметикалық ортасы екен. Түсінікті да? Енді мода деген нәрсе ол жалпы айтқан кезде қарапайым өмірбен байланыстыратын болсақ, мысалға Қазақ республика та, үстінде тұрған Қазақ республика, оны мен мысалға киіп жүрмін, өйткені ол көп адам киеді. Бағасы бәрі качествосы жақсы ғой. Любой көп кісінің үстінен көргесін мен қызығып өзімде сатып аламын деген сияқты ғой. Яғни мода деген сөздің мағынасы ол ең көп деген сөз. Мына тізбектің арасында ең көбі қайсысы қайталанып тұрған? 5 қой да. Яғни мода ол бізде 5 кетеді. Ол любой киімді көп адам кисе, ол модаға айналады ғой. Сол сияқты ең көбі бізде 5 болып тұр, сондықтан оны мода деп атаймыз. Түсінікті ғой. Енді медиана. Медиана деген жалпы айтқан кезде ол географияда болу керек даже. Жердің бір медианасы деген болады. Қақ ортасында нәрсе айтады. Қақ ортасында нәрсе. Геометрияда бар ол нәрсе үшбұрыштың ортасы деген сияқты. Енді қараңдар. Медиана деген жағдайда тізбекті өсу ретімен қоясыңдар всегда. Немесе кем ретімен, бірақ лучше бізге өсу ретімен. Медиана жазбай. Медиана өсу ретімен. Енді сұратқан барасыңдар, өсу реті деген қалай ол, не ол деп. Өсу реті деген мына тізбектен ең кішкенайдан бастайсыңдар, ең үлкенге дейін жалғаса береді. Ең кішкентай бізде 2, сосын 3, 4, 4 деген 2 кескен ғой, 2 жазып жібереміз. 5 деген 3 кескен, 5, 5, 6 бар екен, 8 и 10. Қараңдар, осындай нәрсе. Енді осыны бізге медианасын тауып керек. Бізде ортасында қараңдар. Қақ ортасында неше сан тұр? Былай төртеу өтқан, ортасында отыр бізде 2 сан тұр. Яғни тізбегіміздің саны общий ол жұп сан болатын болса, яғни ортасында 2 сан шығып қалатын болса бізге, мына жаққа қараңдар. Былай 4 сан кетіп жатыр ғой, былай 4 сан кетіп жатыр. Ортасында 2 сан қалып қойды. 2 сан қосатын болсақ, қалып қойса 2 санды қосып
2-ке бөліп жібересіңдер. 10 бөлінген 2. 5. Енді кейбіреулерін сұратқан барсыңдар, егер ортасына 2 сан емес 1 сан қалса қойылады деп. Мысалға, любой бір не алсайын. 3, 7, 9, 10, 11, 17, 19 деген сандар алайын да. Осындай сандар тізбегі жетеу барлығы. Ортасында тұрған сан, мынау былай 3-еу кетіп отыр, былай 3-еу кетіп отыр. Ортасында бізде 10 деген сан тұр. Значит, бізде оның медианасы 10 болады екен. Түсінікті ғой да? Ортасына 2 сан қалып қойса, 2-ні қосып 2-ге бөліп жібереміз, ал ортасына 1 сан қалып қойса, оның өзін ала саламыз. Тек главный мына ескертетін жағдай өсу ретімен болу керек деген сөз. Енді келесі бізде деген өзгеріс ауқымы деге қарай жазайын. Өзгеріс ауқымы немесе өзгеріс құлашы. ұбт-да құлашы деп келеді. Мына жерде табыңдар. ұбт-да көбіне құлашы деп келеді. Осы соңғы ұбт-лар осы келіп қанша. Өзгеріс құлашы ауқымы деген сөз ол ең үлкеннен ең кішкентайын азайтасыңдар. Ең кішкентай, ең үлкен бізде қараңдар. 10, ең кішкентай 2. 10 азайтылған 2 бізде 8 деген жауап келеді екен. Түсінікті ғой. Енді мысалға келейік. Шахмат ойыны жарысында 11 сынып оқушылар дейді. 13, 13, 12, 13, 10, 12, 10 деген ұпайлар алды. Осы ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Бәрін қосамыз. Давай мен калькулятормен қосайын сендерге. Так. 13 қосылған, 13 қосылған, 12 қосылған, 13 қосылған, 10 қосылған, 13 қосылған, 12 қосылған, 12 қосылған, 10. 96. Бізде барлығы неше? Так, барлығы. Барлығы 8 деген бөлеміз 8-ге. Все. 96-ны бөлеміз 8-ге бізде 12 деген жауап шығады екен. Арифметикалық ортасы осы. Все. Плюс 1 балл. Так, шахмат ойыны жарысында Ақерке 4,2 және 8 ұпайларын алды. Оның осы алған ұпайларының геометриялық ортасын табыңыз дейді. 4,2-міз 2 деген сөз. Енді қарадым, геометриялық орта дегенде мен ұмытып кеткен екем. Геометриялық орта. Да, бір В деп белгілейік. Геометриялық орта деген сөзіміз мына жерде n болады. Яғни V1 көбейтілген V2 V3 кете береді Vn. Мына жер n дәреже. Енді бұл неге n дәреже? Қараңдар. Мына жер n деген, мына жерде қанша сан бар? Соның жер түбір астынан кетіп қалады. Мына жерде 4 көбейтілген 2 көбейтілген 3, 8. Неше сан бар? 3 сан ба? Мына жерге 3 те жаза қоямыз. Ал 3 деген 3 дәреже түбір, ол мысалы былай. Мына ішіндегісін есептей салайық. 4 2 8, 8 8-ін 64. Енді сұрақ. 3 дәреже түбір астында 64 деген сөз, яғни қай санның кубы немесе қай санды өз-өзіне 3 рет көбейткен кезде 64 шығады екен деген сөз ғой. 4 әрине да. 4-ті 3 рет өз-өзіне көбейтем. 16, 64 шығады екен. Яғни мынаның сыртынан бізде 64, мына түбірдің сыртынан бізде 4 деген жауап шығады. Түсінікті. Геометриялық орта деген сол. Так, оқушының 90 ішіндегі математикадан алған бағалары дейді, осындай нәрсемен көрсетілген да. Оқушының алған бағаларын модасын табу керек. Мода деген айтқанда ең көп қайталанған сан. Мына жерге қарап тұрсыңдар. 5 5 5 6 5 бар екен. Значит, бізде модамыз просто 5 кетем болады. Все. Оқушының тарих пәнінен алған бағалары 3 4 5. Оқушының осы алған бағаларын модасын табыңыз дейді. Вообще мында деген көп қайталанған баға жоқ. Значит, модасы жоқ деген сөз. Модасы оқып кетті бүкіл есептің бәрі. География пәнінен алған бағалары дейді.
5 4 3 3 3 осындай осының бағалар модасы. Не болып кетті мында? 5 деген 2 рет қайталанған, 3 деген 3 рет қайталанған, 4 деген тоже 3 рет қайталанған. Значит, бізде модасы 4 және 3 деген жауап болады екен. Наурыз айының бірінші аптасындағы ауаның тәулік орташа температурасы 3 4 5 8 6 4 7 градустар болған. Осы аптадағы ауаның тәуліктік орташа температурасының өзгеріс ауқымы дейді. Өзгеріс ауқымы деген ең үлкеннен ең кішкентайын азайтып тастаймыз. Бізде ең үлкен деген 8 болып тұр, ең кішкентайы 3 болып тұр. 8 азайтылған 3 бізде 5 шыға салады екен. Медиана. Так, медиана дегенсін ең кішкентайынан бастап жазамыз. Ең кішкентайы 14. 14 бізде 2 рет қараңдар. Досын 15, 16, 17, 17, 20 деген. Осының арасында медиана деген былай үшеу кетіп отыр, былай үшеу кетіп отыр, значит ортасында 16 тұр. Медиана деген осы. Все. Так, осындай нәрсе мұз айдынында мәнделеп билеуге қатысушылардың алған ұпайлары дейді. Модасын тауып керек. Ең кішкентай қайсысы бізде? 5,2-ден басталады екен. 5,2 екеу ғой. Жаңа кетірсек. Так. 5,2. Так, 5,3 біреу. 5,4. 5,4, одан кейін 5,4, 5,5, 5,6, 5,6 екеу и 5,7. Қиып кетті. Так, қараңдар, бізде барлығы 8, ортасынан тұрған бізде 2 сан екен де. 8. Осы екеуін қосамыз да 2-ге бөліп жібереміз. 2-ге қосатын болсақ 10,9. 2-ге бөлеміз. 10-ды 2-ге бөлетін болсақ 5, 9-ды 2-ге бөлетін болсақ 45-та 90 деген жоқ жер. Д деген вариант екен. Бүгінге осы